Есімім Шаттық. Шаттық отбасымызда кенже қыз. Бала кезден алғырлығымен, зеректігімен ерекшеленді. Мектеп қабырғасында 400-ге жуық өлең жаттап, көркем сөз шебері, ғылыми жоба, олимпиадалардың жеңімпазы атанып, мектептің бетке ұстар мақтанышына айналды. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетіне грантқа оқуға түсіп, университет әкімшілігінің шешімімен 3 айдан кейін студенттік директор болып тағайындалып, 3000 студентті 4 жыл басқарды. Студенттік директоры Қали Шаттық боламын. Сонымен қатар студенттік кәсіподақ ұйымының төрайымы, университеттік мәдени іс-шаралар бөлімінің төрайымы қызметтерін атқарып, осы еңбектер үшін университет еңбекақы төлеп отырды. Өзі студент бола тұра облыстың атынан Астана, Алматы қалаларына іс-сапармен студенттерді бастап апарып жүрді. Университет мақтанышы марапатын иеленіп, университетті қызыл дипломмен бітірді. Ректор атынан әке-шешесіне алғыс хат берілді. Университет жолдауымен нөмірі 2-ші Мәртөк мектеп гимназиясына жас маман болып, ұстаздық жолын бастады. Бара сала облыстық жас мамандардың көшбасшысы атанды. Уважаемых учителей, которые своим безмерным трудом, обучая подрастающих поколение, создают яркое будущее нашей страны. That's why we, young specialists, will continue the difficult path of teachers. Барған жылы жас мамандар сайысына қатысып, гран-при жеңіп, үздік жас маман атағына ие болды. Белсенділігі мен креативності үшін аудан бойынша ең үздік белсенді жас жүлдесін аудан әкімінің қолынан алды. Аудан әкімі Кенжеханұлы. Өзі құрған Шаттық би тобы аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпазы атанып үлгерді. Дайындаған оқушылары облыстық, республикалық интеллектуалды конкурстардың, ғылыми жобалардың жүлделі орындарын иеленіп, 2 жыл қатарынан вице-министр тарапынан республикалық деңгейде диплом алды. Сонымен қатар үстел теннисімен айналысып, аудандық, облыстық деңгейде 3 жыл қатарынан жүлделі орындар алды. Шаттық жан-жақтылығымен таңғалдырады. 2 жыл еңбек ете жүріп, Ақтөбе облысы әкімінің атынан белсенділігі мен өнертапқыш балаларды тәрбиелегені үшін алғыс хатпен марапатталды. Кейін орыс қазақ мектебіне директордың тәрбие жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарып, республикалық жаңашыл педагог төс белгісінің иегері болып, әрі қарай өзін басқа салаларда сынап көру мақсатында ұстаздық еңбек жолын аяқтады. Өз бойындағы сан қырлы талантын ашып, кәсіби тұрғыда сурет салуға дейін қойып, Тараз, Ақтөбе қалаларының көп қабатты үйлерінің сыртына Мәртөк, Яйсан, Байғанин, Ойыл, Ақжар, Храмтау, Қобда мекендерінің ірі объектілеріне мурал суретін салды. Еңбек ете жүріп, психотерапия саласына қызығып, Ресей Федерациясы Мәскеу қаласы Синергия университетінің психотерапия оқуын оқып, адамдардың жаны мен тәнін емдеп, халықтың алғысын ала бастады. Мен Қали Шаттық Сержанқызы, 4 жылдық тәжірибесі бар психотерапевт. Осы салада медициналық білімін жетілдіру мақсатында емдеу ісі мамандығына грантқа оқуға түсті. Медициналық мамандықты меңгере жүріп, мәдени іс-шараларға атсалыса бастады. Оқу орнының қабырғасында жайдарман ойнап, Орал қаласы жастар бөлімінің басшысы. Назар аудар театрының мүшесінің көзіне түсіп, үздік ойыншы атанды. Команданың ішінде ерекше көзге түстім, және де сөз саптауы барлығы сахнаға керек. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша алғашқы қыздар қазақша таза стендаптың резиденті. Осылайша жан-жақты, еңбекқор, креативті, дарынды, қайсте де көшбасшы бола білетін алғыр, 10 саусағынан өнер тамған, тәуекелшіл, қатарының алда танып кеткен Шаттық қызымыздың ендігі белесі отбасылық өмір. Өмірінің жаңа парағы ашылғанда, қызымыздың жұлдызы одан әрі жарқырап жанып, мәртебесі асқақтап, екінші тынысы ашылатынына кәміл сенеміз. Танысқаныма қуаныштымын, рахмет. Шапалақтарыңыз.